Сәлеметсіңдер ме 4-ші сынып білім алушылары. Қазақ тілі пәні бойынша бүгінгі сабағымыздың тақырыбы байқоңырым мақтанышым, сын есім. Бүгінгі оқу мақсатымыз тыңдалған мәтіннің негізгі тұсын белгілеп алып, солардың негізінде мәтіннің мазмұнын айту, сын есімдердің сөйлемдегі атқаратын қызметін анықтау. Бағалау критерийлері тыңдаған мәтіннің мазмұнын айтады, сын есім туралы білетіндерін еске түсіреді. Ендеше, сын есім туралы алдыңғы білімді еске түсірейік. Сын есім дегеніміз не? Ол қандай сұрақтарға жауап береді? Олардың сөйлемдегі атқаратын қызметі қандай? Осыларды білу үшін мына видеоға назар аударайық. Мынау не? Бұл Томнан келген сыйлық. Оның ішінде не бар? Том саған тосын сый жасапты. Не екенін өзің тап. Мен саған көмектесейін. Ол кішкентай. Бұл күшік пе? Бұл енді сенің күшігің. Ол қандай екен? Менің күшігім кішкентай. Түсі ала, жүні жұмсақ және сондай ақылды. Көрдің бе? Бұл сөздер қандай деген сұраққа жауап береді. Яғни олар сын есімдер. Сын есім заттың түсін, көлемін, салмағын, дәмін, пішінін білдіретін сөздер сын есім деп аталады. Сын есімдерге қандай, қай деген сұрақтар қойылады. Түсі қызыл, сары, ақ. Көлемі кіші, үлкен, ұзын. Салмағы ауыр, жеңіл. Дәмі ащы, тәтті, қышқыл. Пішіні сүйір, сопақ, домалақ. Дана, мына кестеге жинаған сын есімдердің барлығын қалай атайтынын сен білесің бе? Жоқ, білмеймін. Бұлар негізгі сын есімдер, яғни түбір сөзден болған сын есімдер негізгі сын есімдер деп аталады. Жақсы, бұлар негізгі сын есімдер. Одан басқа да сын есімдер бар ма? Сен күшігіңді ақылды деп едің ғой. Осы ақылды сөзі туынды сын есім болады. Ол түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалып тұр. Сын есім негізгі және туынды болып екіге бөлінеді. Түбір сөзден болған сын есімдер негізгі, түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалған сын есімдер туынды сын есімдер деп аталады. Сонда қандай жұрнақтар жалғауға болады? Сын есім жасау үшін зат есім мен етістікке жұрнақ жалғаймыз. Зат есімге л, д, т, с жұрнақтарын жалғаймыз. Мысалы, күлкілі, таулы, ақылды, көңілді, әдепті, білімді, тәртіпті. Мен де айтайын, білімсіз, көңілсіз, сусыз. Ал етістікке ғыш-гыш, қыш-кыш жұрнақтарын жалғаймыз. Сөйлегіш, білгіш, байқағыш, тапқыш. Солай ма? Дұрыс. Қандай жақсы, көп нәрсені үйреніп алдым. Бұл күшіктің аты бар ма? Қазір көрейін, мойнында алқасы бар екен. Аты Вики. Жей ғой, Вики. Ол тек ақылды, жұмсақ, сүйкімді болып қана қоймай, сонымен қатар өте жылдам екен. Иә, Вики сөзі жылдам деген мағынаны білдіреді. Қайталайық. Сын есім. Заттың түсін, көлемін, салмағын, дәмін, пішінін білдіретін сөздер сын есім деп аталады. Сын есімдерге қандай, қай деген сұрақтар қойылады. Сын есімдер негізгі және туынды болып екіге бөлінеді. Негізгі сын есім. Түбір сөзден жасалған сын есімдер негізгі сын есімдер деп аталады. Мысалы, жақсы, үлкен, қызыл. Туынды сын есім. Түбір сөзге
жұрнақ жалғану арқылы жасалған сын есімдер туынды сын есімдер деп аталады. Туынды сын есімдер түбірге л, д, т, сіз, ғыш, гіш, қыш, кіш тағы басқа жұрнақтар жалғану арқылы жасалады. Мысалы, таулы, ақылды, білгіш. Балалар, сын есім туралы білімдеріңді еске түсірдіңдер деп ойлаймын. Олай болса, бүгінгі сабағымыздың тақырыбына сай берілген мәтінді тыңдайық. Тыңдай отырып, мәтіннің негізгі тұстарын түртіп алу стратегиясы бойынша түртіп алып отырыңыздар. Байқоңыр халықаралық ғарыш айлағы. Ғарыш алаңы, ғарыш айлағы ғарыштық аппараттарды құрастыруға, сынап, ұшыруға арналған ғимараттар мен техникалық құралдар орналасқан жер. Байқоңыр бүгінгі таңдағы халықаралық ғарыш айлағы, одан көптеген елдердің ғылыми және коммерциялық зерттеу бағдарламалары бойынша жердің жасанды серіктері, сондай-ақ ақш, Германия, Франция, Үндістан ғарышкерлерінің интернационалдық құрамымен ғарыш кемелері ұшырылады. Байқоңырдан Восток, Восход, Союз, Прогресс сипатындағы барлық ғарыш кемесі, Салют, Мир орбиталық станциялары ұшырылды. Қазақстан жерінен аспанға космос, протон, зонд, прогноз топтамасын қамтыған жердің ондаған жасанды серіктері жіберілген болатын. Бұлар халық шаруашылығының ғарыштағы бағдарламаларын жүзеге асыру мақсатында жасалды. Олардың байланыс құралдарын метеорология, биология, қорғаныс, экономиканы дамытудағы маңызы зор болды. Тапсырма. Түртіп алған сөздерді пайдалана отырып, мәтіннің мазмұнын айтайық. Тапсырма. Түртіп алған сөздерді пайдалана отырып, мәтіннің мазмұнын айтайық. Жарайсыңдар балалар. Тапсырманы дұрыс орындағандарыңа сенімдімін. Қазір менің нұсқаммен салыстыра отырып, мәтіннің ұқсастығы мен айырмашылығын тауып көріңдер. Ғарыш айлағы ғарыштық аппараттарды құрастыруға, сынауға арналған жер. Байқоңыр бүгінгі таңдағы халықаралық ғарыш айлағы. Байқоңырдан ақш, Германия, Франция, Үндістан сынды ғарышкерлердің ғарыш кемелері ұшырылды. Восток, Восход, Союз, Прогресс ғарыш кемесі, Салют, Мир орбиталық станциялары ұшырылды. Қазақстаннан аспанға космос, протон, зонд, прогноз топтамасын қамтыған жердің жасанды серіктері жіберілген. Олардың байланыс құралдарын метеорология, биология, қорғаныс экономиканы дамытудағы маңызы зор. Жазылым дағдысы бойынша оқулығымыздағы 34-ші жаттығуға назар аударайық. Тапсырма. Ғарыш кемесін орбитаға шығару үшін қуатты зымыран қозғалтқышы мен отын қажет. Ал зымыран жоғарғы температураға төзімді жеңіл материалдан жасалуы тиіс. Мұның үстіне ғалымдардың ғарыш кемесі мен жер арасында сенімді байланыс құралдары да ойластыру керек. Дескрипторы. Мәтінді толық оқып, сын есімдердің астын сызады. Мәтінді сын есімсіз оқып, сын есімнің қызметін анықтайды. Негізгі және туынды сын есімдерді ажыратады. Оқушылар, өз жауаптарыңды менің нұсқаммен салыстырып көріңдер. Мәтіннің ішінде сын есімдер қуатты, жоғары, төзімді, сенімді. Негізгі сын есімдер жеңіл, жоғары. Туынды сын есімдер қуатты, төзімді, сенімді. Келесі тапсырма. 35-ші жаттығу. Берілген сын есімдерге сай келетін затты тап. Неліктен сол затты айтқаныңды дәлелде. Дескрипторы сын есімдер арқылы жасырылған сөздерді табады. Тексерейік. Қалың шаш, бұйра шаш, ұзын шаш, қысқа шаш. Кең бөлме, жарық бөлме, биік бөлме. Жарайсыңдар балалар. Бүгінгі сабаққа өте тамаша қатыстыңыздар. Инстаграм әдісі бойынша бүгінгі сабаққа кері байланыс берейік. Үйге тапсырма. 36-ші жаттығу. Дескрипторы. Жұмбақты жатқа жазып, шешуін табады. Сын есімдерді анықтайды. Шешуіндегі зат туралы бірнеше жұмбақ құрастырады. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.